Әлі ұтылған жоқпын. Ал енді сақтан. Ұта бастаймын. Ұтпасаң қайтесің? Онда дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі болайын. Дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі боласың. Қайсың, ей? Мен ата. Сен атамысың? Жоқ, атам мен. Мен білсем сен қожасың. Маған қонаққа келдің бе? Жарайсың. Жақынырақ отыр шай ішейік. Рахмет. Сабақтан қашқан. Қожа, сөмкеге бақа салып қойған. Қожа, тәжірибе жұмысына бармаған тағы да қожа. Сұлтан Шопанның баласын алдағанда қожа қайда болды? Қожа, құлдың мен. Сен бүгін мектепке бармайсың дедің жаным. Өзі саған неге ертерек оятып жібермедің? Бірінші сабақ Рахманов ағайдікі. Рахманов, кім сонша? Құдай ма жоқ әлде Мұхаммед пайғамбар. Бұл кімнің үйі? Жұмағұлдікі. Жасай берсін Жұмағұл. Не жұмыс дейді? Қой бағған. Қойлары көбейе берсін. Шешең үйде ме? Үйде жоқ, фермаға кетті. Солай де. Жас, не деп жазым? Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз тиісіші, онда қой де. Әйтпесе, көкеңді там де. Маған жаны ашыған кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенден ғой. Енді қалай да сенімдерін ақтарым. Ол шын.